Wow, wow, ow, 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 ow. I buy a new car for the bitch, for real. I tear down the mall with the bitch, for real. You can't even talk to the bitch, nah. She fucking with bosses and shit, oh god. I pull up in Rarers and shit, with choppers and Harleys and shit, for real. I be Gucci down, Gucci. You wearing Lacoste and shit, bitch, yeah. Montclair, yeah. Fur came off a belt, yeah, yeah. Triple homicide, put me in a chair, yeah. Triple across the plug, we do not play fair, yeah. Oh god. Got them tennis chains on, and they real blingy, bling. Draco make you do the chicken head like chingy, ching. Walking Neiman Marcus and I spend a life 50-50. Please proceed with caution, shooters, they be right with me. 21 bad bitch, cute face and some nice titties. 7500 on the same. Ох, ема, нормально. Әдемі кабаныммен келдім деген ойдамын. Жақсы шықты деген ойдамын. Ема, мынау кабан деген номерін қарасай 001. Ойна кепка мешайт етіп отыр. 001 ААА01 дейді. Өте керемет кабан. Енді бұның қасына нормально қып не алу керек маған. Ну, енді бір W222 мана майбаққа ұқсайтын сол көлік бар емес па? Сол ана жақта бір досым қалып қойды дейді. Яғни бір бай мажор әйтеуір мажорик бір жерге қалдырып кетті дейді. Соғалған дейма, соны барып өзің барып ССО-ға апарып жөндетті да, одан кейін барып өзің нормально істе дейді. Енді барып нормально істеп алу керек. Ал маған бұл жерде көмектесетін әрине мен мына жерге кеше қойып кеткенмін өзімнің немді эвакуаторымды. Енді эвакуаторға мініп сол машинаны барып алып, одан кейін оны СТО-ға апарып, одан кейін оны көру керек, ол қалай екен, екеуі жарасам екен. Пока что енді кабан тұра берсін осы жерде. Так, менде карта ашық тұр. Мынау картамен жаймен бара берсем болады. Нема мынау деген сол жақта деген картада тұр, уже бәрі меткамен белгіленіп, бәрі деген тезірек барып алу керек. Одан СТО-ға бару керек. СТО-да оны примерно ол 3-4 күнде жөндейді. Ол 3-4 күнін күту керек. Блин, что-то тірлігі көп сияқты болып кетті. Конкретно тірлігі көп екен, бірақ енді барып көрейік енді қандай машина екен, өзі 222 нормальныйсы екен, или не нормальныйсы екен. Нормальных біліп алу керек соны. Ох, міне осы жақта ғой ол. Так, осы жақта, так примерно осы жақта болуы мүмкін. Мына достары ғой бағана. Менің досымның достары наяқта жүр, құрдастары. Опана, міне. Ассалаумағалейкум, машинам. Енді осы машина ғой. Так, міне осы машина еманау адам қаққан ба не? Ничего, нормально. Іші деген айуан болып тұр ғой мұның, Ойбай. Так, іші әдемі екен, сыртына шамал не керек екен? Бәсена номерін ауыстырып тастау керек. Номерін ауыстырып тастап, өткен тағы адам бақ кетті, тағы да мен соттап жіберіп жүр. Іші әдемі, іші сау, просто мына жерін істеп беру керек. Мә шамал түтін шығып тұр онадан. Так, нормальных моторын жөндеу керек. Так, в общем, нормально. Енді бұл жүре алым, бұны енді қазір жүргізіп бір қинамай қойын бұл машинаны. Так, жүреміз. Так, нормально. Так, енді бізге жаймен так битнені қосып қойайын. Ема, так, опа. Так, енді нормально ұстады. Ал енді көтере ғой жаным. Мәшин көтере ғой алдыңды. Болды, нормально. Так, енді СТО-ға нормально бару керек. Ема, СТО деген қай СТО-ға апарсам екен бұна? Бұл деген неше түрлі СТО-лар бар ғой. Так, наны мына жерде пробка олайын деп отырман, маған арғы өтіп беру керек. Так, жігіттер, жанып тұрған үміттер, давай жол беріңдерші маған. Оңбаған қыр бар. Так, тезірек өтіп кетейік, соқпай тұрғанда. Ема, наның бір дөңгелегі жарылыпты конкретно. Мына жақта, мына дөңгелектер нормальный екен. Так, 12 турбо дейді, ема. 12 турбо деген, ол деген өте керемет қой, Так, бұны қай СТО-ға апарсам екен? Анаяқта бәкеңнің СТО-сы бар, одай мәкеңнің СТО-сы бар, тәкеңнің СТО-сы бар. Қайсы СТО-ға апарсам екен? Так, ойлан көрейік. Ал, так, мен енді апара берейінші енді нормально қылып. Мен енді бір жақты бір СТО-ны білем. Мен алдынан бері нормально машиналарын бәрін жөндеп жүрген СТО ғой. Сол СТО-ға апарып, бұл машинаны бір көрсетіп келу керек. Әйтсе деген, нау деген ол быт шығып кеткен уже на машина деген. Нормально істетіп алайын осы бір 3 күнде. Одан кейін номерін сразу ауыстырып береді СТО-дан.
енді налогтан бар өздері эсто салып береді сондай қылып. Одан кейін барып оны налогқа барып істеу керек. Ойбай, что-то шаруасы көп болып кетейін тұр, бірақ өте қымбат машина. Менің кабанымның қасына осы мынаны қоссам өте керемет болып кетуші еді. Екеуі кәдімгідей үйлесіп ассалаумағалейкум деп көрген кезде бүкіл достарыма мақтанатын болдым ғой, кәдімгідей күшті қылып. Так, мына жерде маған оң қарай бұрылу керек. Жаймен ғана бұрыламыз. Міне. Бұл деген уже тәкеңнің несі ғой, тәкеңнің мына жерде эстосы анан қара шығып жатыр, доволен сияқты ғой адамдар. Так, енді тәкеңнің несіне апарып қоя салайын, осы жерге ол өзі көріп, өзі жөндеп берер. Мына жақта негер тұр ғой, работниктер ана жерде машиналар жөнделіп жатыр екен. Так, енді шамалы, так, опана осы жерге қойып кетеміз. Так, бисмилля деп. Ал енді шамалы жібереміз. Жібердік. Ойбай. Так, соқып кетпеу керек. Все. Енді шамал күннен кейін оралам. 3 күннен кейін нормаль істеліп тұрады деген ойдамын. Ал енді барып біз кабанымызбен барып өзіміздің қалған тірліктерімізді бітіре берейік. Болды. Так, тәкең осы звондады маған. Нормально дейді. Мына жақта әлі қызыл жанып тұр ма? Неге көшеде әлі адамдар жоқ? Адамдар бар енді. Бірақ әлі машина жоқ, бәріне жұмыста жүр ма? Тәкең орысшаңа маған звондады. Эстоға келе бер, машинаң дайындап қойдым деді. Мен оған айттым, өзің рандомды өзің айта сал деп. Ол мені қайттан жасыл жанып, базар жоқ. Алдымыздың бәрі жасыл болып тұр. Ема. Ассалаумағалейкум, мен машинам ба? Бисмилля. Ассалау. Ема. Вот это я. Мынау енді менде достар қараңдар. Мынау бірінші машинам, ал мынау екінші машинам. Қалай сендерге ұнай ма мынау? Мынау. Опана. Номерін өзгертпепті ғой, нормально. Так, онда келесте енді налогтан бар өзім өзгертіп аларым. Блин, қараңдар. Мынаның іші деген айуанның болып тұр ғой. Бірақ мен аңғара артын терезесін бәрін әдемі жөндепті. Іші деген достар, аңғарасаңдар. Спидометрдің қозғалғанын қараңдар. Вот это я понимаю, что мужиктардың кайфы достар. Мынау деген кім Мерседестің фанаты достар. Смело лайкты басыңдар. Және де комментария қалдырыңдар. Мынау деген өте керемет Мерседес қой, қараңдар. Енді менде 2 Мерседес бар. Біреу кабанчик, екіншісі осы W222 222 достар. Қараңдар. Өте керемет. Адамдар құрықтасын ғой мене. Енді қазір мен енді мынаны енді мен бір жерге қойып екеуін бір суретке түсіріп алғанда да болатын еді деймін. Нормально қыл ба? Қалай қарайсыңдар? Давайте мен қазір мынаның максимальный скоростін тексеріп көрейін для интереса. Енді өзімнің не дегенмен машинамның скоростын тексере алатын шығармын енді. Нормально көрейін енді қалай болады екен деп. Мынаң үшін қараңдар. Шығып кеткен машинаны қара. Базар жоқ. Мына жер өте әдемі екен. Анау деген керемет жер екен. Так. Мен байшам парковкасын мына жаққа қойсам әдемі көрінеді ғой. Қараңдар достар, просто ойланып көріңдерші. Мынау деген астына неон саған. Мынау айуан ғой достар. Мынау лайк басыңдар мынандай ғой. Қалай лайк баспайсыңдар? Бүйтіп жаймен деп бүйтіп қоям деп машинадан түсесің. Сосын жаймен бүйтіп кетіп қаласында. Мына жақта сосын андай не болады достар? Или бір үйден шығып келатып, мына машинаны мініп алу керек еді деп бүйтіп асығасың да бүйтіп. Мынау Джоннидің жүгірісі де ыңғайсыз екен. Так, бүйтіп мінесің да, сосын барып бүйтіп есікті жауып аласың, есікті өшіп жапсайшы адам қысып. Так, бүйтіп жаймен бүйтесің да, сосын барып бүйтіп басып кетесің да достар. Мынау деген енді айуаны енді мынау енді түсінуге болады достар. Мынау наған лайк баспасаңдар қайдам енді. Мынау өте керемет. Мен өзім таң қалып отырмын достар. Қаншалықты видео түсірсем де, қаншалықты не істесем де. Мынау керемет достар.
кайфына еніп отырмын. Енді барып қазір біз енді неге барайық? Кабанчиктің қасына барайық. Сол кабанчиктің қасына барып екеуін салысып көретін боламыз. Қайсысы күшті екен, қайсысы мықты екен. Енді по-любому екеуінде ненің кәдімгі бағасымен салыстырған кезде әрине енді мынау енді бағасы өте не болып кетеді ғой, дәуіп кетеді ғой. Сондықтан енді екеуінің енді кабанда анау-мынау машина емес достар. Кабанчик, мабанчик дейсің ғой. Кабанчикте енді күшті машиналардың бірі ғой, ол да деген айбай. Ол деген қазір кабан дегенде ойбай, ема соқтым ба не уже? Ничего, давай. Соқ қазір не істейсің? Ема мен видеоға түсіріп отыр, көрдіңдер ма? Басар жоқ достар. Мынандай машина деген күшті ғой, мынау деген. Кәдімгідей кайфпен айдап жүрмін достар. Кәдімгідей сенесіңдер ма, сенбейсіңдер ма, қайдам, бірақ мен кәдімгідей кайфпен айдап жүрмін. Қазір мына жерден көтін айналдырып көрейік. Опана, ема әдемі кетті. Вот это красиво. Дал ушел дейсің ғой да. Так, мына встречка шыға береді дейсің ғой. Так, мен яқта машиналардың бәрін. Ойбай, кабанчиктің тұрғанын қарасай. Ассалаумағалейкум, братан, амансың ба? Ема, бұл да енді анау-мынау машина емес достар. Кабанчик деген кабан достар. Кабанның аты кабан. Бұның да іші ескілеу болғанымен, по-любому, есік жауасай тупой. Іші ескілеу болғанымен по-любому мықты машина. Ойбай, айванай, бұл деген өте легендарный кабан. Ема, любви должен только мать и Мерседес кабан. Так, ну неше, ну 3,5 дейсің ғой да, конкретно да. 3,5 болмын, 33,5 па, объемы или 2,5 па, сондай қандай объем екен білсеңдер комментарияға жазып отырыңдар. Біз енді достар, осымен керемет видеомызды аяқтағымыз келіп отыр. Мына қараңдар, закатта әдем болып тұр, видеоға керемет момент дейсің ғой. Закат әдем болып тұр, еще 222 тауып алдық, еще кабанымыз бар, базар жоқ. Осылай Джонниді дамыта береміз, осы каналды дамыта береміз. Так что достар, смело осындай видеолар ұнаса лайктай алмай басыңдар, каналға тіркеліңдер. Және де бұл каналда достар тек қана Джонни жайлы видеолар шығып тұрады. Неше түрлі машиналарға тюнинг жасаймыз, машиналармен дрифт жасаймыз, дәл солайынан машиналарға обзор жасаймыз, қызықты оқиғалар болады. Сондықтан достар, каналға тіркеліңдер міндетті түрде, каналда активный болыңдар. Сендермен бірге болған мен Джонни Братан, және де GTA 5 ойыны достар. Аман сау болыңдар, келесі жүздескенше.